Өткен аптада жастар саясаты мәселесі қазақстандық заңгерлер назарын өзіне аударды. Өйткені мәжіліс депутаттарына осы тақырыптағы заң жобасы ұсынылған болатын. Мәселенің мәнісі сол жоба қатты сынға ұшырады. Бірінші болып депутат Мұхтар Тінікеев өз пікірін білдірді. Бізге жастар жағынан үлкен сын дауылы тұрма деймін деді. Себебі бұл заңның жастарға әкелер ешқандай жаңалығы жоқ. Депутаттар Қазақстан әскери күштері қатарына шақырылған жастардың көмекке зәрур екендігін атап өтті. Оларға жеңілдіктер тиесілі. Сондай-ақ халық қалаулылары Қазақстан жоғарғы оқу орындарындағы оқу үшін төлемақылар құнын шектеу жөнінде ұсыныс жасады. Тым болмаса шарықтау шегі ең жоғарғы баға белгіленсе деді олар. Басқа да көптеген мәселелер көтерілді. Қазақстанда 4,5 миллион жастар өкілі тұрып жатыр. Оның 56%-ы қалаларда, 44%-ы ауылдық жерлерде өмір сүруде. Ақмола облысы бойынша жас буын саны 187.336 адамды құрайды. Бұл еліміздегі жалпы көрсеткіштің 4,2%-на тең. Өткен жылы Қазақстанда жұмыссыз жастардың саны 4,7%-ды құраған, ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 6,7% болған еді. Мен бұл заң жобасын қайта қараған кезде ол маған моральды тұрғыда ескі сияқты болып көрінді. Менің осы кездегі мақсатым білім министрлігімен бірлесе отырып жаңа концепция әзірлеу және оны кең ауқымда талқылау болды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дариға Назарбаева.